Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгін біз сіздермен қазақ тілінде сөз таптарын өтетін боламыз. Қазақ тілінде сөздер мағынасына және сұрағына қарай бірнеше топқа бөлінеді. Бүгін біз зат есім, сын есім, сан есім, етістікті қарастырамыз. Сөз таптары ол қызметіне қарай түрлі топтарға бөлінеді. Мысалы, әдемі қыз кітап оқып отыр. Қыз кітап бұл жерде зат есім, әдемі сын есім, оқып отыр етістік. Осылай әр сөздің қызметі болады. Ең бірінші біз зат есімді қарастырсақ, зат есім ол заттың, адамның, құбылыстың атын білдіреді. Ол кім, не деген сұрақтарға жауап береді. Зат есімнің қолдануы тек қана заттарды ғана емес, сонымен қатар табиғат құбылыстарын, қоғамдық ұғымдарды, абстракт ұғымдарын айтамыз. Яғни біз көзбен көретін заттарды да, табиғат құбылыстарын да зат есім дейді екенбіз. Мысал келтірейік, бала кітап оқып отыр дегенде бала мен кітап зат есім. Осылайша зат есімнің мағыналық түрлері де бар. Мағыналық түрлері бар екен, олар жалпы есім мен жалқы есім. Жалпы есім ол көпке ортақ атаулар. Мысалы, қала, дала, өзен, ал жалқы есім бір адамға немесе жерге қойылатын атау. Мысалы, Астана, Айдана, Ертіс. Зат есімнің құрамы ол дара зат есім және күрделі зат есім болып екіге бөлінеді. Дара зат есім ол бір түбірден тұратын сөздер. Мысалы, бала, қала, ал күрделі зат есім ол бірнеше сөзден тұрады. Мысалы, біріккен түрлерін айтсақ, қолшатыр, қосарланған түні, ата-ана, тіркес, ауыл шаруашылығы. Қысқартылған сөздер күрделі зат есімге жатады екен. Зат есімнің тұлғасы ол негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Негізгі ол бөлшектенбейтін түбір, мысалы ат, су, ал туынды ол жұрнақ арқылы. Мысалы достық, білім, осыларды жатқызамыз. Енді сын есімге тоқталсақ, сын есім ол заттың сын сипатын, сапасын, түр-түсін, көлемін білдіріп, қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Үлкен үй, қызыл алма, таза бөлме. Бұлардың барлығы сын есім. Сын есімнің жасалуы негізгі сын есім және туынды сын есім. Негізгі сын есім ол түбір күйінде, мысалы көк, кен, ал туынды сын есім жинағы зат есім секілді, оған да жұрнақ арқылы жасалады. Мысалы, жазғы, таулы, өнерлі. Сын есімнің түрлері сапалық және қатыстық. Сапалық ол тікелей белгі. Мысалы, жасыл, сарғыш, тәтті, олардың жанына арнайы бір сөз керек емес. Ал қатыстық ол жанама белгі. Оған орманды алқап, гүлді өңір, алмалы бақ. Сапалықта біз тікелей сипаттасақ, ал қатыстықта біз бір сөзді сын есім ретінде қолдануымыз мүмкін. Мысалы, бұлтты дала. Түсінікті ғой, иә? Енді сын есімнің құрамы. Сын есімнің құрамы дара және күрделі. Дара ол ұзын қысқа жататын болса, ал күрделіге қосарланған сөздер, жақсы жаман немесе тіркесті сөздер. Ақсақалды. Енді сан есімге тоқталсақ, сан есім ол өте оңайы, ол заттың санын, мөлшерін, ретін білдіреді. Ол қанша, неше, нешінші, нешеу деген сұрақтарға жауап береді. Сан есімнің құрамы дара және күрделі. Дара ол 1, 5, ал күрделі 25, 2, 2-ден. Сан есімнің түрлеріне тоқталсақ, сан есім 6 түрге бөлінеді екен. Біріншісі ол бізде есептік. Есептік ол 1, 2, 3, 4, 5. Осыларды жатқызамыз. Ал реттік ол 5-ші,
екінші, оған осы жалға қосылады. Бесінші, екінші. Жинақтық ол бесеу, төртеу, алтау деп келтіреміз. Ал топта ол бестен, төрттен, екіден топқа бөлінер деп айтады ғой, иә. Ал болжалдық ол елу шақты. Біз арнайы бір заттың санын білмеген кезде оны болжап елу шақты деп айтамыз, немесе 40 шақты. Бөлшектік ол бізде көбінесе математикада қолданады, иә. 3-тен 1, 4-тен 2-сі, осылай. Ендігі етістік. Етістік ол қимылды, іс-әрекетті білдіріп, не істеді, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Етістіктің құрамы дара ол барды болса, ал күрделі алып келді, айтып көр. Біріншісі бізде негізгі алып, ал кейінгі көмекші келді, осылай жатқызады. Енді етістіктің тұлғасы ол негізгі кел, бар, ал туынды сәнде, жоғарыла. Бұл барлық сөз таптарында бар ереже. Ендігі болымды, болымсыз. Болымды ол жазды болатын болса, ал болымсыз жазбады, келген жоқ деп айтсақ болады. Ендігі бізде етістік 3 жаққа бөлінеді. Осы шақ ол нақ осы жерде болып жатқан іс-әрекеттер. Нақ осы шақта оқып отыр, ал ауыспалы осы шақта барамын. Келер шақ ол болашақта болатын іс-әрекеттер. Болжалды ол барармын, мақсатты ол бармақпын, ауыспалы барамын. Өткен шақ ол өткенде бұрын болған іс-әрекеттер. Жедел бардым, жедел ол бардым, бұрынғы ол барғанмын, ауыспалы баратынмын. Қорытындылай кетсек, әр сөз табының өзінің ерекшелігі бар. Ол сұрақтары арқылы оңай ажыратылады, және де грамматиканы білу дұрыс сөйлеудің негізі. Мінекей, оқушылар, сіздерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.